Сәлематсыздар ма, құрметті әділ қазылар алқасы. Мен Мұнайлы ауданы номері 11 орта мектептің 9 А сынып оқушысы Төрткулова Айнұра. Менің ғылыми жетекшім педагог-психолог Балымбетова Айгерім. Таңдау тақырыбым солақай баланың ерекшеліктері. Бұл тақырыпты таңдаған себебім солақай танымал тұлғалардың ерекшеліктерін зерттеу маған қызығырақ бола түсті. Және де зерттеудің мақсаты солақай балдардың ерекше екенін көрсете отырып, олармен жұмыс жасаудың дұрыс жолдарын ұсыну. Солақай ұғымын қоғамға дұрыс жеткізу. Тақырыптың өзектілігі солақай баланың дамуына ұсыныстар жасау. Зерттеу объектісі Мұнайлы ауданы номері 11 орта мектептің 1 және 11 сынып оқушылары. Солақайлар, жалпы солақайлық дегеніміз не? Солақайлық дегеніміз бұл оң қолдан көрі сол қолдың бейімділігі. Ал солақайлар лидер болуға бейім келеді. Бүгінгі таңда зерттеулердің нәтижесі бойынша солақайларды оңақай етіп үйрету, олардың психологиялық және физиологиялық тұрғыда денсаулығына теріс әсер тигізетінін білеміз. Баланың денсаулығы нашарлайды, депрессия, қорқыныштар, кекештену, эпилепсия сияқты ауруларға шалдығуы мүмкін. Солақай баланы күштеп оңақайлыққа үйрету невротикалық ауытқулардың дамуына әкелетіні сөз етілді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша Нью-Йорктегі Сент Лоренс университеті ғалымдарының зерттеу нәтижесі бойынша ақылдылық коэффициенті солақайларда жоғарырақ болады екен. Мәселен, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон сияқты адамдар болған, солақай адамдар болған. Солақайлардың оң жақ жарты миы жақсы дамыған. Солақай жандар шығармашылық жұмыстарға, өнерге, философияға, логикаға, математика бейім болып келеді. Жалпы алғанда солақай жандар дарынды болып келеді. Қазақтың солақай танымал тұлғалары. Қазақ халқында да солақай талантты асыл азаматтар жетерлік. Қазақтан шыққан дарынды суретші Гүлфайрус Исмаиловаға солақай болған. Ол Ресейде оқып жүргенде сол қолмен сурет салудан ұялып жүргенінде оның жанына келген ұстазы: "Сен ұялма, қай қолыңмен суретке ыңғайлы болса, солай сала бер" деп әлемнің әйгілі суретшісі Леонардо да Винчи Микеланджелоның да сол қолмен сурет салғанын айтып дем берген көрінеді. Қазақтың бір туар сазгер күйшісі Нұрғиса Тілендиев сол қолмен домбыраны тартқанда тамсанбаған жан болмаған. 2012 жылы Лондон Олимпиадасында топ жарған жеңімпазымыз Серік Сәпиев те сол қолымен өнер көрсеткен. Әлемге әйгілі болған солақайлардың арасында Билл Гейтс, Генри Форд, Чарли Чаплин, Александр Великий, Леонардо да Винчи сынды және де Микеланджело, Моцарт, Бетховен секілді планета мақтаныштары да бар. Мен 11 және де 1 сыныптар оқушылардың арасында практикалық зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Жалпы номері 11 орта беру мектебі сауалнамаға қатысқан жалпы оқушы саны 592. Олардың 32 оқушысы солақайлар екен. Алынған сауалнама нәтижесі жалпы оқушылардың 19% солақай оқушыны құрады. Оқу үлгерімін сараптасақ, солақай оқушылардың басым көпшілігі жақсы оқитындар. Оқушыларға сауалнама жүргізу кезеңім. Тест: оңақай, солақай, амбидекстер сынды оқушыларды зерттедім. Мектебіміздің солақай дарынды оқушылар тізімін жинақтадым. Біздің мектебіміздің дарынды солақай оқушылар мен және оның жетістіктері. Мен мектепте жүргізген зерттеулерім: солақайлықты анықтауды жүргізген жаттығу тренинг кезеңдері. Ұсыныс: солақай баланың ата-анасына. Ұсыныс: балаға қатал талап қоюға болмайды. Солақай баланы оңақайлыққа ешқашан үйретпеңіз. Солақайлықтың кемшілік емес, қалыпты жағдай екенін түсіндіріңіз. Солақай бала өте сезімтал болғандықтан оған мейірімділік танытыңыз. Қырсық қыңыр мінезіне түсіністікпен қарап, дұрыс емес екенін түсіндіріңіз. Жетістікке жеткенде мақтауды көбірек айтыңыз. Баламен ашық және шырайлы қарым қатынаста болыңыз. Бөгде адамдардың көзінше оның солақайлығы жайлы сөз қозғамағаныңыз жөн. Солақай баланы оқытуда ұстаздарға ұсыныс: солақайлар тез шаршайды, сондықтан қатал талап қоюдан аулақ болыңыз. Баланы бағалау кезінде солақайлардың көңіл-күй ерекшелігін ескеру керек. Солақай баланы оңақайлыққа үйретуге болмайды. Солақай
балаға жарық оң жақтан түсу керек екенін ескеру керек. Сабақ оқу кезінде шуды болдырмау қажет. Солақай балалар ұқыпсыздау келеді, сондықтан шыдамдылық таныту керек. Солақайларда елестету қабілеті жақсы дамыған, олардың осы ерекшелігін ескеру қажет. Ескерту: солақай баланы оңақай болуға ешқашан итермелемеңіз, оның мінез құлқы өзгеріп, неврозаға ұшырайды. Қорытындылай келсек, балаңыздың солақай екенін байқасаңыз, оны өзгертуге тырыспаңыз. Тарихты жасаған жайсаңдардың басым көпшілігі солақай жандар. Мүмкін, кім біледі, сіздің солақай балаңыз болашақта елінің еңселі, бетке ұстар, дарынды азаматы болуы әбден мүмкін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.